Құрметті оқырмандарым, бүгін сіздерге асыл дәрі туралы ертегі айтып беретін боламын. Бір жолаушы арып-ашып алыстан жол жүріп келе жатады. Бір шама уақыт өткеннен кейін алдынан жалғыз лашық көрінеді. Аштықтан әлсіреген жолаушы үй иесіне келіп, жүрек жалғарлық бірдеңе сұрайды. Аштан өліп барамын, қайырымды жан, маған ас бер. Қалтамда көк тиыным жоқ, бірақ осының есесіне мен саған ақшадан да қымбат нәрсе сыйлаймын. Ол адамды өлім аузынан алып қалатын асыл дәрі. Осы кезге дейін бұл сырды ешкімге айтқан жоқ едім. Қайырымдылық қылсаң, саған сол ғажайып сырды айтып берейін. Үй иесі көп ойланып тұрмай күріш басуға кіріседі. Қонағының алдына тамақ әкеліп қойып, енді жаңағының құпиясын айтшы, дейді үй иесі. Оны айтып жатудың қажеті жоқ, маған еріп жүр. Бәрін де өз көзіңмен көресің, дейді жолаушы. Үй иесі жолаушыға еріп жолға шығады. Жолаушы үндемей жүре берді. Жайқалып өсіп тұрған күрішке таяп келіп, жолаушы бір сабағын жұлып алып, қайырымды үй иесіне ұсынады. Мінекей, мен айтқан ғажайып нәрсе осы. Бұл адам баласын ажалдан құтқарып қалатын дәрі. Өзің ойлашы, осы күріш болмаса, мен кеше-ақ әлсіреп өліп кетер едім. Не нәрсе адамға қысылған кезінде дәрмен болса, асыл дәрі сол, депті де жолаушы үй иесіне рахмет айтып, өз жөнінен кете берді. Ертегінің соңы.